Uyqum kеп tursa, tun болыпты ғой. Қой құрсын ұйықтап алайын. Қой құрсын мен жұмысыма барайын. Ребети қаласы жайнап тұр. Керемет. Кеттім мен жұмысыма, АЭСке барайын. АЭСте адамдар жұмыс істемейді. Тек қана мен ғана жұмыс істеймін. Неге? Что-то мына жер подозрительно қызыл нәрселер қоя береді. Не екен ол? Бірінші мотор жасап алайын. Қосайық. Қосамыз, сосын басамыз. Мотор қосылды, демек біз мұнда барып жұмысымызды жасай берейік. Компьютер қосылды. Қосылу кнопкасы басылды. Азы без баспаймыз. Әзірше де қауіптеніп жатқан жоқ. Күтеміз. Ой, азы без басып қойдым ештей. Ой, не болып отыр екен мұнда? Ох дей, реактор жақсы жұмыс істеп жатыр ғой. Жұмыс істей берсін, мен құрсын кетейінші. Ой, ой. Түнде келерін бәрі істеп тұр ғой жатыр. Әдемі. Кеттім мен. Үйіме барып түнге дейін жатайын. Кайфтанып. Негізі Припяти деген күшті қала ғой. Айтпақшы серуенде болайын жосы Припятиға. Үйлер күшті ғой. Негізі мына қала бірнеше жыл бойы жұмыс істесе керемет болайын деп тұр ғой. 86 жылдың өзінде ескі жыл болса да өте керемет жұмыс істеп жатыр. Қойш, мен кетейінші ұйықтайын. Ой, кешке дейін ұйықтап қалғанмын ба, не бәле. Ой, қой құрсын түнгі синемама барайын. Шетелде жүр екен. Мен өз заводыма барып жұмысымды жасайын. Айтпақшы бүгін не перепрошивка өтеді заводта. 4-ші реактор қаншаға дейін шыдайды деген нәрсені көреміз. Так. Бірінші мынаның қауіпсіздік режимін өшіріп алайық та. Ол светін өшірейік та. Ол свет өшті демек. Ол өшті деген мағына болды. Енді ана жақтағы бірінші нені өшірейік. Болды. Бірден екеуінде өшіріп болған сияқты мына жаққа ештеңе етпейді. Так, кеттік. Енді тексереміз. Әзірше кеш болмады ға, әзірше қосайық та жасай берейшіміз. Сағат күнгі 1:23 кетті. Ё-майо, реактор қатты қызып кетті. Тез реакторды барып тексеру керек. Бол. Мен не істеп қойдым реакторға? Ол жарылып кетуі мүмкін. 350 килограммдық әрбіреу көтеріліп жатыр. О, жоқ, бізге тез көмек керек. Тез. Болсаңшы, азы без басылды. О, жоқ, реактор көтеріліп жатыр. О, жоқ. Басқару өрбесіне не болған? Қайда енді басқа жоқ. Өрт сөндірушілер көмек келді-ау. Тез осы өрт сөндіру керек. Мынау не? Қандай ыстық лава мынау не? Ух ты! Ана жақтықын қарасайшы. Тез сөндір. Саған. Қатты жарылыпты.
Ой, басым айналып тұр что-то. Ой, басым. Ой, ё-моё. Мәссаған, мына жер қатты жарылған ғой. Өтінемін, көмектесіңізші. Не болып кетті? Тез өртті сөндіру керек. Қап, негізі бекер жардым ау деймін. Біраздан соң басқа өрт сөндірушілер келді. Әу, сен төбеге шық. Неге мен именно төбеге шыға берем? Бір зай бал. Неге мен төбеге үнемі шыға берем? Осы балпалдақты неге өздері құрамайды? Именно мен ғана шыға берем. Мынау қауіпті емес дағы. Тез салайын да шығайыншы. Құрсын әйтпесе ұрыс естимін мен. Ақыр дегенде жоғарыға шықтым ау. Енді тез мынау өрттерді сөндіруім керек. Қаршы деме десейші. Саған анда лава жатыр ғой. Тастай салшы, не істеймін. Маған өрт сөндір деді ғой, өртті тез сөндіріп алайын. Ақыры дегенде бәрін өшірдім ау. Енді мен лава. Деді, мынау лавада радиация қанша дейді. Қас көріп алайын. Тез жеріп қойып бұл лаваны кетіру керек. Әйтпесе бұл лава тарап кетеді. Ай, басым прям қатты айналып жатыр. Саған. Мынау не? Мынау ғана ма жалғыз аман қалғаны? Қазір қосып көрейін. Так. Бекер қостым ау. Мынада да лава бар ма не? Қой, тез өшірейін. Бұл лаваларға зиян келтіреді. Ой, басым. Мұнда құламау керек. Анда да лава. Мұнда да өрттер болып жатыр екен ғой. Арада бір өтінемін. Припяти қаласындағы адамдар, тез эвакуацияға жүгіріңіздер. Себебі мұнда үлкен реактор, номер 4 реактор жарылды. Сіздер тез бұл қаладан кетулеріңіз керек. Кетпесеңіздер, сіздерге радиация жұғады. Егер радиация дегеніміз, ол өте қауіпті нәрсе. Барынша заводқа жоламаңыздар. Арада 40 жыл өтті. Wait, now, constellations.